Ассалаумағалейкум туысқандар, сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы жолы мемлекетіміздің жыл басынан бастап жұмыссыз жүрген адамдарға, жұмыс іздеп жүрген адамдарға өзінің жеке сауда саттығын жасауы үшін үкімет жағынан берілетін қайтарымсыз грант, яғни 1.200.000 теңге қайтарымсыз ақшалай көмек берілетіндігі туралы айтып өткен болатынбыз. Енді міне осы 8 тамыздан бастап осы өзіңіздің жеке бизнес идеяларыңызды іске асыру үшін грант алуға өтінім қабылдау басталды. Енді бұл реткі грантқа өтінім алу бұрынғы кездермен салыстырғанда бұның шарттары негізінен жеңілдетілді. Яғни бұны тіпті де көп адамдар алу мүмкіндігіне ие бола алады деген сөз. Енді бұл мемлекеттік грант дегеніміз нысаналы мақсаты жаңа бизнесті іске қосу және дамыту болып табылатын өтеусіз берілген бастапқы капитал. Грант көлемі 1.200.000 теңге. Әр қатысушы оны тек бір рет қана ала алады. Грант қаражаты ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге өздерінің бизнес әлеуетін ашуға, өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өтінімді былай беруге болады. Порталда тіркелу. Яғни сіз өзіңіз бизнес бастау дейтін порталға кіресіз. Интернет арқылы кірген соң осыдан өтініш бере аласыз. Грант алу шарттарына сәйкестігіне тексеруден өту. Бизнес жоспар үлгісін жүктеп алып, оны толтыру және порталға енгізу. Өтініш нысанын толтыру және ЕЦП кілтімен, яғни электронды қолтаңба кілтіменен қол қою керек. Интернетке немесе компьютерге қолжетімділік болмаған жағдайда халықты жұмыспен қамту орталықтарының өзі қызмет көрсету аймақтарында, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында өтінім беруге болады. Енді грант алу үшін бірқатар шарттарды сақтау қажет. Жаңа бизнес идеяны іске асыруға мемлекеттік грантты кімдер ала алады деген кезде төмендегідей шартқа толған адамдар ғана ала алады. Біріншісі, тіркелген жұмыссыздар. Екіншісі, жеке кәсіпкерлер. Үшіншісі, бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер. Бұл ретте үміткер төмендегі әлеуметтік санаттардың бірінен болуы керек. Біріншісі, мүгедектігі бар адамдар. Екінші, қолданыстағы қандас мәртебесі бар адамдар. Яғни шетелден келген қандастар, өзіміздің қазақтар. Үшіншісі, өңір аралық қоныс аударушылар. Оңтүстіктен солтүстік районға қоныс аударып келушілер. Төртіншісі, аз қамтылған отбасы мүшелері. Бесіншісі, көп балалы отбасы мүшесі. Алтыншысы, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған адам. Жетіншісі, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алушылар. Сегізіншісі, жастар. Үміткерлердің бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту туралы 3 жылдан аспайтын мерзімге сертификаты болу керек. Енді осы рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету, адами факторды азайту, өтініш берушілерге ыңғайлы болу үшін грант берудің бүкіл проценті электронды форматқа ауыстырылды. Енді осы грантты алу үшін, яғни грантты өтініш беру үшін біз интернетке шығу арқылы интернет сайтындағы бизнес еңбек кредит сайтына кіріп, осыдан өтінішті жібере аламыз.
Енді осы грантпенен қажетті құрал саймандарды, еңбек құралдарын, технологиялық жабдықтарды, мал, жануарлар, құс, көшет, бұта, тұқым сатып алуға, орынжайды жалға алу ақысын төлеуге алуға болады. Бірақ енді осы грант қаржысымен тұтынушылық мақсатқа, кредитті өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскесін сатып алуға болмайды. Бұны ескере жүрсек болады. Грант халықты жұмыспен қамту орталықтары грант алуға үміткерлердің өтініштерін қарау жөніндегі аудандық немесе қалалық комиссияның шешімімен беріледі. Үміткерлер өз бизнес жобасын комиссия отырысында таныстыратын болады. Бұл ретте комиссияның әр мүшесі бизнес жоспарды бағалайды және бағалау парағы мынадай өлшем шарттар бойынша толтырады. Бизнес идеяның бәсекеге қабілеті, өткізу нарықтарының пысықталуы, бизнес жобаның қаржылық өміршеңдігі, кәсіпкерлік дағдылардың деңгейі, жаңа жұмыс орындарын құру. Осылайша грант беру туралы шешім комиссиялық түрде және үміткерлердің бизнес жобаларының пысықталуын бағалаудың нақты өлшем шарттары негізінде қабылданады. Комиссия шешімі үміткердің порталындағы жеке кабинетіне жіберіліп беріледі. Біз осы жеке кабинетке шығып көру арқылы өзіміздің осы сауда-саттық жобамыздың қабылданған яки қабылданбағандығын біле аламыз. Енді комиссияның оң шешімі болған жағдайда үміткер банк деректерін ұсынады, шартқа қол қояды және одан ары 90 сайын қаражаттың пайдалануы туралы есеп беріп отырады. Бұның бәрі халықты жұмыспен қамту орталықтарына бармай-ақ электронды форматта жасалады. Ондай болса, сіздерге бүгінгі жеткізіп отырған жағымды жаңалығымыз осыменен тамам. Біздің каналымызға тіркеліп алыңыздар. Өздеріңіздің сұрайтын сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар болады. Біз дер кезінде сіздерге жауап беретін боламыз. Сау, сәлемет болыңыздар. Ассалаумағалейкум туысқандар, сәлеметсіздер ме?